Тұмар би ансамблі. Сахнада Алматы технологиялық университетінің домбырадастан оркестрі. Ерке сылқым күйімен. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар және студенттер. Қазақ ақынын аузына Алла сөз салады деп бекер айтпаса керек. Алаштың қабырғалы ақындарының бірі Исраил Сапарбаевқа жаратқан ақындық деген қасиетті бойына дарытып, жыр дейтін жауһарды сыйға тартқан екен. Ұлы жұрт, ұлан ғайыр ұлы дала, жетеді қыранға да, құланға да, қазанның тұтқасына ие болған қазақтың несібесі
бір Аллада деп туған халқының мерейін үстем етіп, жырлаған ақын Исраил Сапарбаевтың рухты өлеңдерін оқыған жанның намысы оянып, жігерлене түсетіні рас. Ендеше ақынның қысқаша өмір баяна тоқталып кетсек. Исраил Сапарбаев 1941 жылы 15 мамырда Өзбекстанның Самарканд облысындағы Гушарбат ауданында дүниеге келген. Шымкент педагогика институтының тіл әдебиет факультетін бітірген соң бірнеше жыл Шымкент облыстық Оңтүстік Қазақстан газетінде жұмыс істеген. 1973-1975 жылдары Алматы жоғары партия мектебін бітірді. 1976 және 83 жылдары Қазақстан жазушылар одағының Шымкент облыс аралық бөлімшесінде әдеби кеңесші қызметін атқарып, 1983 жылы Жалын баспасында аға редакторлыққа ауысқан. 1984 және 85 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде поэзия бөлімінің меңгерушісі. 1985 және 92 жылдары аралығында жазушы баспасында поэзия бөлімінің меңгерушісі. Одан кейін Қазақфильм телестудиясы бас редакторының орынбасары. 1997 жылы 98 жылдары аралығында Сыртқы істер министрлігінің ТМД елдері бойынша департаментінің бірінші хатшысы. 1998-99 жылдары Өзбекстан Республикасындағы Қазақстан елшілігінде хатшылық қызметтерді атқарды. Сонымен қатар Исраил ағамыз алғаш республикадағы бір топ өлеңдері 1974-75 жылдары Көктем тынысы ұжымдық жинағында жарық көрді. Республикалық жалын бәйгесінің жүлдегері. 100-ден аса әндері мен 150-ге тарта ән мәтіндерінің авторы. Ауылдан келген ару, әмір темір, және де Абай Тоғжан сыған серенадасы, махаббат мейрамы, қыз мұң атты көптеген пьесалардың авторы. Және де Қазақстан Республикасы түркі поэзиясы халықаралық фестивалінің лауреаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының Ілияс Жансүгіров атындағы және Жамбыл Жабаев атындағы халықаралық сыйлықтың иегері, бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы, Алаштың айтулы және ардақты азаматы, қадірлі ағамыз Исраил Сапарбаев ағамызды өздеріңіздің қошеметтеріңізбен қасиетті киелі сахнамызға шақырайық. Исраил аға, келіңіз. Ал біздің көптен күткен осы кешіміз негізінде осы алдыңғы семестрге жобаланып еді. Мынау карантиннің себебімен осы биылғы жылға қалдырылып отыр. Сондықтан да Исраил аға, қош келдіңіз. Өзіңіздей Алаштың алып ақынын осындай жоғары оқу орнына шақырту өте бір біз үшін абыройлы іс. Келген қадамыңызға Алланың нұр жаусын дейміз. Өзіңізді көріп қуанып жатырмыз. Қандай керемет. Сізбен бірге қауышу, сізбен бірге осы сахнада тұру біздің үлкен қуанышымыз. Сондықтан да енді ойлап қалмаңыз, зал толмап деп.
негізінде бүгін карантин біздің елімізде әлі де сақтаулы, сондықтан да сахнада адам аз екен деп сөге жамандамаңыз, бірақ бізде қазір тікелей эфирде трансляция жүріп жатыр. Жалпы Исраил аға, өзіңізді шынымен де сағындық. Осы отырған көзі қарақты өзінің бүгін сізді келеді деп, сізбен бірге пікір алыссақ, көкейде жүрген бір сұрақтарымызды өзіңізге қойсақ деп, студенттер жиналды. Сізді тікелей эфирде, мына YouTube желісінде біздің осы шара көрсетіліп тұр. Ол жақта да біраз студенттер сізді көріп отыр. Ал енді құрметті студенттер, Исраил ағамыз айтады, кішкене жақынырақ отырсаңыздар, толып отырсаңыздар дейді. Қанекей, студенттер бір жиналып жақынырақ отырайықшы. Жақсы. Ал Исраил аға, жалпы құрметті студенттер, биыл 15 мамырда Исраил Сапарбай ағаларыңыз 80 жасқа толды. Енді карантин себебінен ел бойынша атап өтетін үлкен той еді, бірақ дей тұрғанмен де жақсылықтың ертегесі жоқ дейді атам қазақ. Енді сізді шын жүректен осы 80 жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Алла тағала алтын басыңызға ұзақ ғұмыр берсін, мықты денсаулық берсін, Құдай қуат берсін дейміз. Енді жалпы көзі қарақты көрермен бүкіл осы өнер саласындағы, жалпы қазақ филологиясындағы, қазақ әдебиетіндегі біраз мықты ақындардың өзі сізге махаббат шайыры деген атақ беріп қойған екен. Осыдан 10 жыл бұрын бір шапалақ соғып қойсаңыздар болады. Енді өзіңіз көптеген сұхбаттарыңызда айтасыз, мен ең алдымен қарапайым ақынмын дейсіз. Бірақ қазақ елінде, жалпы қазақта ақын көп. Соның ішінде, ақындардың ішінде өздеріңіз білесіздер, өзі жай ақын емес. Бұл кісінің бойында сазгерлік қасиеті бар. Бұл кісінің әндері бүкіл қазақ елдеріне тарап кеткен. Бүкіл әрбір қазақ бұл кісінің әнімен өсіп, әрбір қазақ көкейіндегі үлкен ішіндегі жатқан дүниені осы ағамыздың әнімен шығарады. Сонымен қатар бұл кісі драматургия саласында бірге қамтыған. Енді Исраил аға, бұл кісінің аудармашылық қасиеті де бар. Тіпті жаңа ғана өмірбаянын айтып өттім. Бұл кісі аудармашы болып талай-талай шетелдік классиктердің, мықты-мықты жазушылардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ал енді Исраил аға, осыншама ұшан теңіз саланы бірге алып жүруіңіздің ар жағында үлкен бір сыр бар. Соның жалпы сыры неде? Бұл еңбекқорлық па, жоқ әлде Алладан сізге берілген үлкен бір қасиет па? Мына Немирович Данченко деген атақты режиссер бар. Соның айтатын сөз бар. Режиссер, ол режиссер емес, ол режиссер туады деген. Ақындар өмірге ақын болып туады ма, жоқ әлде өмірде қалыптасады ма? Өзің айтып отырсың ғой, Асқар. Мынау қазақта сөз бар. Мақал мәтелдің барлығы да сол мына афоризм дейміз ғой. Ол бұрынғы ата бабамыздан қалған сөздің мәйегі ғой. Сонда
бір сөз бар да, өзің жаңа сұрағыңа байланысты ғой, алтын шыққан жер белден қаз дейді. Ал көбінесе біз Алла тағала бізге жердің ғарыштан болсын, жаңағы жердің өзінде болсын, тіпті жердің астында бәрін адамдар үшін тіршілік үшін беріп қойған ғой. Бір жерден көмір шығады, бір жерден басқа жағы, бір жерден алтын шығады. Ал алтынның өзі көшіп жүреді екен. Алтын көшіп жүреді екен да. Мысалы, қай жерге алтын болса, сол жерден суды іздейді екен. Су тапқан екен барып тұрып, оны да бір қажеттілік болуы мүмкін. Сондықтан да, мысалы, мен өзімнің, мысалы, қанша, мысалы, студенттік кезімнің өзінде мен драматургия барам деп ойлаған жоқпын. Драматургия барам деп ойлаған жоқпын. Ал соның өзінде тіптен оқып бітіргеннен кейін барып, қызметке орналасқаннан кейін барып, ән келді. Мен ән шығардым деп айта алмаймын. Бұл енді бір ғайыптан келген дүние. Енді мысалы өлең жүрген кезде сөйтсем әнде жүреді екен ғой. Сондықтан да ол бірте-бірте келеді. Ал енді мысалы шығармашылық әбден толысқан, кемелденген, өзіңді таныған және жұртқа таныта бастаған кезіңде мына драматургия келеді екен. Бұның барлығы еңбек. Енді мен тағы драматург болам деп ойлаған жоқпын. Қазір Құдайға шүкір 10-15, соның ішінде ең алды, ең аз көп демеймін, 5-6 қойылып жатыр. Оны өздеріңіз көріп жүрсіз ғой. Айта кетейін, тура мынау дәл бүгін осы 3-ші қарашада мынау Алатау дәстүрлі өнер театры бар, өздеріңіз білесіз ғой, тау жақта, жоғары жақта. Сонда бүгін жаңағы кешке 6:30-да Абай Әйгерім деген спектаклім болу керек еді. Бірақ екі тараздың басын бол екен, мынау Асқарға ауып кетті. Өйткені олар енді хабарласқан болуы мүмкін. Бір тойда екі жары жоқ деген сияқты. Сосын оны 18 күнге қалдырып отыр, шегеріп отыр да. Енді бір аптаның о жақ бұл жағы, Құдай қаласа, қазір сіздер шақырайын. Енді оның премьерасы осыдан бір-екі ай бұрын өтті. Бірақ енді бірте-бірте қойылып жатыр. Әлі көрермен толық келген жоқ. Себебі мына өздеріңіз мынау неге байланысты ғой, пандемияға байланысты болып тұр. Бірақ соған қарамай қазір келуші өте көп. Барамыз деген, маған үйге тыным бермейді. Аға, анау неге қашан болады? Мен бергем оларға. Енді олардың оны Абай Әйгерім спектаклінің иесі Алатау театры, солға хабарласыңдар. Оның директоры Ринат деген баламыз бар, ініміз бар. Сол басқары, соған хабарласыңдар деп сөйтіп айтым. Сондықтан да Құдай қаласа енді мен бір тойда екі жар жоқ деген сияқты соны шегере тұрдық. Мен бір жақ хабарландыру, бір жағы өзің драматург дегеннен кейінгі басқа Абайдың 175 жылдығы енді әлі біткен жоқ, жыл біткен жоқ, 175 жылдығы. Сондықтан соның аясында бұл енді ел жұртта көрсін деп премьерасы өткен. Қазір соны барып көруіңізге әбден болады. Ал енді бірақ енді мысалы бұл көш жүрегі елет түзелет деген сияқты, бұл енді мен өзімде білмеймін, бұл тылсым дүние. Мен ақын екендігім рас. Нағашы жұртым анамнан жұққан, қанынан жұғады, сүттен жұғады. Бірақ кейін бірте-бірте мынау өзің айтқанда аударма бар, махаббат шайыр деген атақты алғанша, мысалы, оның бір ешқандай орден медалі жоқ. Бірақ халықтың берген бағасы, мен негізінде табиғатым, мінезім, болмысым, Алла жіпті бөлі жармайтын, сондай бір қасиетім болу керек. Мен шын мәнінде ақынмын. Оның ішінде лирикалық ақынмын. Лирикалық ақын деген ол адам баласының жалпы тіршілік иесінің жан жүрегіне үңілу, ақтару соны. Соны өлеңмен беру керек. Осы қазақ деген халықтың жан жүрегі қандай? Қандай халық өзі? Батыр халықпыз ба? Жоқ, басқа халықпыз. Соның бәрін ақын өлеңдері ақыл білу керек. Мысалы, махаббат деген, мысалы, өздеріңізбен махаббат деген қандай деген сияқты, ол барлығы солай. Ол енді бұны айта берсе, бұны әрқайсысы бір тақырып. Ал кейде мен мысалы мына көріп отырсыздар ғой, ақын, сазгер, драматург деген кезде өзім әйел отырып қысылып отырмын. Мен мақтаншақ екенмін ғой деп. Сөйтсем енді бар екен Құдайға шүкір. Барып қойсам, бар мақтанса табылады, жоқ мақтанса шабылады деген ғой. Қандай керемет, құрметті студенттер, міне атам қазақ айтады, ұлық болсаң кішік бол деп. Ағамыз өзі сондай Алатаудай алып, тұлға болса да әлі өзінің кішілігін танытып отыр. Осы ағамыздың осы қарапайымдылығы әрбір қазақтың баласының бойында табылса дейміз. Енді Исраил аға, сізді келеді деп біздің осы Алматы технологиялық университетінің студенттері сіздің жырларыңызды жаттап,
әндеріңізді үйреніп, солай дайындалып жүреді. Енді ортаға сіздің жырларыңызды оқуға мен студенттерді шақырайын. Бірінші болып сахнаға шығатын Алматы технологиялық университеті, оның ішіндегі тағам технологиялары факультетінің 2-ші курс студенті, Мұқағали Мақатаев атындағы және Абай Құнанбаев оқуларының республика бойынша жеңімпазы Байраш Күлсім Жеңіс қызы сіздің «О құдірет, о өлең» деген жырыңызды дайындап келген екен. Тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе, Исраил ата? Сізді бүгін көргеніме өте қатты қуаныштымын. Өзіңіз білетіндей, өлең құдіретті дүние. Оның ішінде мен сіздің көптеген өлеңдеріңізді оқыдым. Маған қатты ұнағаны осы «О құдірет, о өлең» атты поэзияңыз. Рұқсат етсеңіз, соны оқып берейін. Поэзия. Менімен егізбедің, сен мені сезесің бе, неге іздедім? О құдірет, о өлең, қалай қиып кетем сені өлгенде. Шыныменен, жан екем ғой шерменде. Сенің үнің естіледі желден де, сенің мұңың естіледі көлден де. Қайың жылап сала берер теңселіп, қараспаннан қара бұлт төнгенде, кірбіңденіп күн ұяға енгенде, дауыл тұрса сенің ғана тіліңмен, телегейде тебіренер өргеуде. О құдірет, о өлең, саған ғана санам сазып сыйындым, әлемге ашып мың қатпарын миымның. Көктем гүлдеп, дүние дүрлеп жатқанда, көктен нұр боп көкірегіме құйылдың. Құйылдың да, қыздай күліп қиылдың. Жамалыңды жат көзіне қия алмай, сүмбіл, сұлу сиқырыңа сүйіндім. Қырда жүрген қызыл көйлек қыздайын, ырғағыңмен ырқымды алдым, үйірдім. О құдірет, о өлең, сен екенсің ақ қанатты пырағым. Тұла бойға құйылғанда бір ағын, білмей қалам, аспанда ма, жерде ме, қайда екенін тұрағым. Сен екенсің және де алтын шамдал шырағым. Көк қанатты көбелектей көзіңше, құзырыңа күйіп жанып құладым. Құладым да жыладым, жылап жатып шапағатшыл Құдайдан шабыт, шафқат сұрадым. О құдірет, о өлең, сенсіз өмір емес жай ғана, құшағың ал, құшырлан, сүй, аймала. Қараңдаршы, қандай ғажап дүние, қараңдаршы, қандай ғажап айнала. Жұлдыздармен жұмақ жайда жүздесіп, соссам қолым жететіндей айға да, аспан жаққа ұшып кеткен екен ау. Қыз жібекте, Лаура, Баян Ләйлада, жұлдыздарға қызықпайды қайдана, жұлдыздарға қызықпайды қай бала. Қолдан келсе арғымақты байлама, арғымақтың ата жұрты айдала. О құдірет, о өлең, құйыла бер өн бойыма төбеден. Сен көнбесің келе жатқан көнеден, сен көрмесің сөйлеп тұрған сөреден. Ендеше мен не келем? Кетпеймін де, көктеймін де, көгерем. О құдірет, о өлең. Исраил аға, Гүлсім қызыңыз Абай Құнанбаевтың 150-ден астам өлеңін жатқа біледі. Мұқағали Мақатаевтың 80-ден астам өлеңін жатқа біледі. Осы республикадағы Абай оқуларының және Мұқағали Мақатаев атындағы оқулардың бас жеңімпазы. Енді Құдай қаласа,
сіздің атыңызда үлкен поэзиялық бір конкурс болатын болса, осы қызымыз бас жүлдені иеленіп тұрған сияқты. Енді келесі тағы да сіздің жалғыздық атты өлеңіңіз бар. Соны оқып дайындалуға ортаға Әшіл Диана қызыңызды шақырайық. Қошеметтеріңіз. Сәлематсыз ба, Исраил ата. Мен сіздің бүгін жалғыздық атты өлеңіңізді таңдадым. Себебі менің тұла бойыма бір осы өлеңіңіз жақын болды. Қазіргі осы өлеңіңізде жаңағы қоғамдағы басты жайт бейнеленгендей. Яғни өзіңнен басқа ешкімге сенім арта алмайсың. Сондықтан мен өз-өзіме сенім артып, өзімен өзім сырласып, болашаққа нық қадам жасаймын деп шештім. Ал қабыл алыңыздар. Басқа адаммын, мен бүгін басқа адаммын. Жанарымды ашқылтым, жасқа малдым. Басылмайтын өксігі жылаған мен, ашылмайтын есігі тасқа малмын. Көлгірсіген көбік сөз кімге керек? Кешегіден бүгінім мүлде бөлек. Нәрестедей нәрәнжу жүрегімді кімге бөліп берейін, кімге бөлеп? Басқа адаммын, мен бүгін басқа адаммын. Жанарымды ашқылтым, жасқа малдым. Өлмей талмай күн кешу қандай қиын, қасқырлардың ішінде қасқалардың. Жүрегімді берейін ентегіңге, сол ғой менің тектім де тентегім де. Безер болсаң қайтып бер есіне, азар болса гөй-гөйді шертемінде. Керек жоқ ешкімнің жалғыз жанға, тәнім жаным талықсын таңғызғарда. Керегі жоқ сен үшін өлемін деп, қатырмасын басымды бал қыздарда. Таза тақыр безінсін доста менен, әдірем қал сен де енші асқақ әуен. Жазмышымның беделі таңбалы тас, көзден таса қалмайды тастағы өлең. Рахмет. Міне, шын мәнісінде қазіргі қоғамдағы жалғыздық деген нәрсе ол үлкен проблема. Сол адамның көкейіндегі жалғыздық атты бір ішкі жан дүниедегі жасырынып жатқан дүниені осы өлеңнің бәріне сыйғызып айтыпсыз. Жүрекке жетті дейміз. Енді жалпы құрметті қонақтар, құрметті студенттер, жалпы біздің қазақ өте текті халық. Біз қасиетті халықпыз. Қазақ қыз баласы туралы талай-талай мақал-мәтелдерді айтып кеткен. Мысал үшін, астың дәмін келтіретін тұз әулие, елдің сәнін келтіретін қыз әулие дейді. Сол қазақтың қыздарын менің ойымша ең керемет өлеңге қосқан осы біздің Исраил ағамыз сияқты. Исраил ағамыз айтады: мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан, арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалған сыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қанша ілінді. Ерліктің қосқанаты деп білем мен, аяулы әлия мен мәншүгімді. Пір тұтқан адамдықты, адалдықты, көркімен таң қылдырған тамам жұртты. Қыздардың қылығымен өмір қызық, қыздардың ғұмырымен арман құтты. Сүймеген сен азамат па, көңілің тәрізді аппақ тазамақта. Бәрін айт, бірін айта алайықсың, қазақтың қызы деген ғажабатқа дегенді жазған осы ағамыз. Енді Исраил аға, осы өлеңнің астарында біраз дүние жатыр. Сіз осы өлеңді біздің естуімізге қарағанда осы желтоқсан жылдарында, сол 1986 жылдар дүниеге келді деседі. Осы өлеңіңізге қазақтың композиторы Рамазан Тайманов ағамыз мен қазақ қыздарына қайран қалам деп бір керемет ән шығарған екен. Ол бүкіл қазақ жатқа біледі. Осы әннің
Осы әннің тарихы туралы айтып берсеңіз, қалай дүниеге келді, қалай жарыққа шықты, не үшін жаздыңыз? Бұл енді өлеңнің өзі де айтып тұр ғой шынында. Мынау өзі өлеңнің барлығы енді тақырып болған соң, мынау әрбір өлеңнің өзі адам сияқты, адамның ішкі әлемі. Ода сөйлейді, ода сырласады, ода жылайды, ода күледі мысалы. Мына өлеңнің ішіне ену деген осы деп білем. Өзіңнен бастап жаңағы екі қызымыз. Мен талай кештерде болып жүрмін, талай мектептерде болдым, оқу орындарда қазір сирен кіріп қалды, дегенмен де мектептер осы күнге дейін шақырып тұрады мен. Бүгін де соны куәсі отырмын. Сонда осы сұрақ алдына шығады да тұрады. Өйткені бұның тағдыры, бұның себебі, бұның тарихы шында мүлдем бөлек. Түпте мен ойлаймын, қазақ жұрты аман болса, қазақ анасы аман болса, әлі талай ұл мен қыз дүниеге келтіреді. Мамыр заман болса екен деп армандаймын. Соны жаңағы жиреншеден бастап жаңағы аңсап келатырмыз ғой. Мамыр заман болады ақыры. Адамзат қауым аман болса, пейіліміз тарылмаса, көңіліміз кең болса, басқа қазақтың басқа жұртта ешқандай жазығы жоқ. Жазық сырттан келіп жатыр мысалы. Асып-тасқандардан келіп жатыр. Сондықтан да бұл өте бір менің ішкі қайғым сол, қасіретім сол. Қазақ аман болса екен деп. Аман болу үшін қазақтың анасы аман болу керек. Қазақтың алтын бесігі аман болу керек. Соны екен дүниеге алтын бала келу керек. Ол ертең күні мынау жағы бізге тауып жатқан алтын адам қайдан келді? Алтын адам. Бір Қазақстанның жерінің өзінен Алтай жақтың бер жағынан бастап, алтыда алтын адам табылып отыр қазір. Алтын адам еш жерде жоқ басқа. Көрдің бе біздің ата-бабамыз қандай болған? Алтыннан алқа тағын киінген ғой, жауынгерлер батырлары. Сонда біздің жаңағы нашар болуымызға, кемтар болуымызға ешқандай жоқ. Біздің қанымызда бар қасиет ол. 62 тамырымыз бар қасиет. Біз тек қана әңгіме негізде қанның гені, ген деген өзі қан деген сөз. Ол ешқандай жоғалтатындар, ол сыртқы жаулар, іштен шыққан жау жаман дейді, ең жаман іштен шыққан жаулар мысалы. Ол патша бола ма, басқа бола ма, мен турасын айтамын. Мынандай жомарт халқы, мындай мәрт халқы, мына кең Құдай бере салған халыққа, ол енді жақсылықтан басқа жасау мүмкін емес. Менің қолымнан не келеді? Сол халықтың тағдырын кешегісін бүгінмен салыстырып, соны кейін барып тұрып, өлең жазады. Өлеңнің өзі жай тумайды, оны Мұқағали айтқан. Өлең шіркін тумайды, жайшылықта дейді. Өлең шіркін туады, қайшылықта дейді. Қайшылық бар уақытта барады, өмірмен күрес мысалы. Сондықтан да бұл жаңағы тарихына келетін болса, оның өзі айтып тұр мысалы. 17 шумақ. Қазір енді мынау жаңа Нұрлан Өнербай кезінде айтты ғой біраз адамдар. Соның ішінде мысалы 5-6 шумақ енді әңгілі ақпыңыз семайды ғой. Бірақ дегенмен де ол кітапта жарық көрдім. Кезінде бұл өлең дүние келген кезде еш жерде жариялай алмадым, мен газет журналға баспай қойды. Сонысын Қызыл жел деген тұтас бір кітап берген. Қызыл жел дегенде тура сол желтоқсан оқиғасына байланысты. Сол Қызыл жел жүріп өтеді ғой. Сонда соған енгіздім осы басқа бір өлеңді баспай қой, еш жерде баспайды. Баспайтын себебі ол кезде кеңес үкіметі, сосын жоғары жақ оны қаламайды мысалы. Қозғағысы келмейді, сондықтан да енді сол өлеңді шындап, сезініп, жаңа қыздарымыз сияқты сезініп, жүрегімен сезінсе, өлеңнің өзі айтып тұр шынымен де. Бұл енді 17-18 болған желтоқсан оқиғасы ғой. Алғашқы күні өзім қатыстым оған. Жалын баспасында жұмыс істеймін. Істеген екен бір кешкі хабар келді, осы алаңға жастар жиналып жатыр екен деп. Неге жастар жиналды? Жастар жиналса, ол тойма қуаныш болу керек қой. Бірақ олай болмай шықты. 17-18 мен талай қысты көрдік қой. Қыс өте қатты, қалың қар болды, өте қара суық болды. Сонда енді жиналса өздері шығады деп айта алмадым. Жүрегіме қарады, жоқ баруым керек, көруім керек деп айтқан деп жүрегім солай болды. Сезіп барсам жаңағыдай жастар жан-жақтан жиналып отыр екен. Жиналған аяғын сол түнгі 12-1-ге дейін болдым. Кете алмадым анардан. Бәрі жастар. Осының аяғы жағы не болыр екен? Аяғы жағы не болды? Сонау Свердловтан карательный отряд дейді ғой, жазалаушы отряд самолет ұшып алып келді. Өзіміздің әскерлер. Мен бір таңғалатыным бар ғой. Адамда интуиция деген болады. Ана алаңда жүрміз ғой енді. Оны суды да бүрікті, тарамдар деді, жаз. Сөйтсе бәрін жарты, прожектор түсіріліп, бәрін суретке түсіріп алған екен. Міне, жаңағы мемлекет үкіметтің залында осы бәрін түсіріп алған екен. Сол сурет бойынша бір-біріне іздеп тапты кейін. Көрдіңіз бе? Қандай қасірет.
ойларында ештеңе жоқ мысалы. Көпшілігі жаңағы 60-тан астам сөйлейді, 25 мың адам болса, жастар болса, соның 60-70% қазақ қыздар екен. Оның себебі, өйткені ол кезде жазушылар қазірдің өзінен қыз баланы жаңағы әрбір үй, әрбір отбасы, әрбір әке-шеше оқытқысы келеді. Ертеңгі күні оқуын бітіріп, өзі құтты орнына барсын деп дейді. Сондықтан да қазіргі де солай. Жоғары оқу орындарында неге қыздар көп деп сөйтіп, айналып кетейін, қазақтың қыздары солай болу керек, әкеледі. Оқысын, соған екен бар өзінің құтты орнына барады ғой. Міне сонда бейғам алаңсыз келген жастарды жаңағыдай қырғынға, қуғынға ұшыратқан кезде адамның жүрегі сұмдық. Мен жүрегім қатып қалды сонда. Сонда да мынау өкіметке деген жоғары, одан бері мен ол жүрегім жібімейді. Мынау өлең мен де ұсталып кетер едім. Егер мысалы Абай ертеңіме таңертең жұмысқа баруым керек. Сағат 1-ге дейін. Былай шықсам, алаңнан Абай даңғылы. Бір көлік жоқ. Тоқтап қалған барлығы. Тек қана әскери машина келеді даған, оң жақта, сол жақта аялдамада тек қана қазақтар теріп жатыр екен. Менің бір оқығарым бар да, Құдайға шүкір. Әйтпесе көптің бір мені сол мен теріп алып кетер еді. Сонда тура Абай даңғылы ортасымен жүрмін. Бұл Алланың әйтеуір сақтағаны. Тура алаңда, үлкен көлік жоқ. Сонда мысалы 12-ші микрорайонда алаңнан есептеген ең кемінде 10-12 шақырым жаяу бардым. Анау назарымда, жүрегімде анау қыздардың алаңсыздығы. Кейін барып шыңғырған, айқайлаған дауыстар естілді. Мен соны қалай тастап кетіп баратырмын. Өйткені мен жасым аралау болмайды. Ертеңгі мен жұмысқа барым бір таңертең. Сондықтан бірақ оның есесіне сол үйге барғанша, 10-12 шақырым жүргенше, мына өлең өзінен естілді. Көрмесем қайдан білемін? Көргеннен кейін, көзім жеткеннен кейін аз зұлымдыққа. Сонда бір 17 шумақ өлең, барғаннан ол кезде компьютер жоқ, машинкаға басымдағым. Тура сол жерде өлең өзіне өзі келе берді. Ал мен сол 12 шақырымда қалай жүргенді өзім білмеймін. Өлең ішінде жүрмін ғой. Оны кейін бір елдің халықтың жалпы трагедиясын, жаңағы оптимистический трагедия деп атады. Осылай болып халыққа жайылып кететінін мен білген жоқпын. Бір Алла тағала аузыма салды. Ал енді Құдайға шүкір, сол енді аман болсақ, есен сау болсақ, қазақ болса, ертеңгі күні бұл қазақ қыздарының гимні болады. Ілайым соған жетейік. Рахмет. Қазақтың қыздары аман болсын. Енді Исраилаға осы әніңізді қазір тыңдап алайық. Біздің Алматы технологиялық университетінде Құдайға шүкір өнерпаз студенттер өте көп, байқап отырсыз. Қазір өздерін дәлелдеп те көрсетіп жатыр. Соның ішінде Ату Music деп аталатын вокал үйірмесі бар. Сол жерде кәсіби мамандар сабақ береді. Біздің өнерге жақын студенттер сол жерде ән айтудың қыр-сырын үйренеді. Сол үйірмеге келіп қатысатын біздің әдемі қыздарымыздың орындауында қазақ қыз әнін тамашалайық.
аяулы әлиям мен шүгімді ерліктің қос қанаты деп білем мен аяулы әлиям мен шүгімді Қазақтың қызы деген ғажап арзан бәрін айта лайықсың қазақтың қызы деген ғажап арзан бәрін айта лайықсың қазақтың қызы деген Исраил аға, қыздар келіңіздер, Исраил ағамызбен бір суретке түсіп алыңыздар. Міне сахнада осындай керемет ән айтқан Аяжан Бейжігітовна және де Данагүл Сұлтан қызы, әдемі Қайрат қызы. Осы қыздарым саман болсын. Рахмет аға. Енді осы тамаша әннен кейін біз мына Құдай қаласа биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. Енді ел деп соғатын жүректеріңізден айналдық. Міне өнер деп осы Исраил ағамыздың өнерін жалпы қазақ поэзиясын сіздер сыйлап келдіңіздер. Сіздер өздеріңізді сыйлап келдіңіздер. Сіздерді осы жерге сіздердің жүректеріңіздегі бір патриоттық сезім осында жетелеп келді. Енді бізді көре алмай отырған студенттерге де біз ризашылығымызды білдіреміз, және де осы сізге университет басшылығы атынан, университет ректоры Талғат Құралбекұлының атынан рахметімізді айтамыз, ықыласымызды білдіреміз. Енді елді сүю деген бір өлеңіңіз бар. Сол өлеңіңізді мен қандай кешіңізде болсын, қандай сұхбатыңызда болсын, осындай шығармашылық кештің бәрінде таласа тарамаса оқиды соны. Әртістер болсын, актерлер болсын, шығармашылық адамдарды соны репертуарына салып алады. Енді келесі оқитын шығатын өлең елді сүю деген. Оны оқитын Серімжан қызы Үміт деген қызың. Сахнаға шақырайық. Мен елімді сүйемін, иә сүйемін. Құлама құз құзаршың қиясымен, жанарымның жасымен жылап аққан қаламымның қанымен, сиясымен. Сүйем оны, мың құшып, мың аймалап, одан асқан жер бар ма шұрайлабат. Талып түсер жайым жоқ жұмағыңа, тас төбемде тұрса да Құдай қарап. Сүйем оның, таспа жол, тау тасында, маржанында теңіздің малтасында, аспандағы айында алқасында, дастандағы қарагөз қамқасында. Сүйем оны, кейде жек көріп тұрып, қара жерге өзімді көміп тұрып, үкілеген үмітін үндістердей жер бетінен кетсе де өліп құрып. Сүйем оны, дос күліп, қасталасып, тауқыметім жатса да бастан асып, бар мұңымды, аяулы ән жырымды, тағдырымды кеткенше тасқа басып. Сүйем оны, себеп жоқ сүймесіме, қарап тұрып қалқамның түймесіне, Байшыкештің баз кешіп бау-бағынан, бейкешімен барсам да бейкешіне. Сүйем оның, шарбағын, шалдарында, бау-бағында, ауылдың аумағында. Көлім жатыр көзімнің көзесінде, қорым жатыр ауылдың аржағында. Мен елімді сүйемін, неге демен,
Елемесен қол созам селебеме. Ер кедеге, ер төстік, ер тарихынан ертегі айтып беремін немереме. Ертегіне сүйеді нағыз бала. Абызға да өй сол, аңызға да. Отан деген өз үйім, ұяжайым. Үй ішінің ұйытқысы жан ізгана. Мен елімді сүйемін, жан отанды. Балапанның ұясы қараталды. Амандығын тілеймін, жатсам, тұрсам, жайып тұрып Аллаға алақанды. Керемет, міне елім дейтін жүрегіңнен айналдық. Енді келесі сахнаға шығатын сіздің Абайға арнаған талай өлеңдеріңіз бар. Соның ішінде енді Абайға арнау деген бір керемет жырыңыз бар. Соны оқып беру үшін сахнаға Тағам технологиялар факультетінің 1-ші курс студенті Ишмұратова Қамар деген қызыңыз шақырайық. Абайға арнау. Санаға тіл тигенде талайшы бар. Сарқылмай, сабыр шіркін қалай шыдар. Атан түйе арталмас сауал артып, қайда барсам алдымнан Абай шығар. Айралмас арасын ақ қараның, айыптағар жайым жоқ топқа қалың. Ойға қалсам алдымды орағытып, қайда барсам Абайға тап боламын. Үндетпей ақ табатын іздесегім, бойымда әлі мың дертім жүз кеселім. Ағайынмен араға айлар салып, Абайымен күнара жүздесемін. Жер қаһарын бойсұнбас көк көсемін, бойымда әлі көп дертім, көп кеселім. Айығудың амалын айтама деп, адым сайын Абаймен беттесемін. Ол дәнәгөй, ол алып, ол еңселі, көз аяңа сыймайтын көлемшегі. Аңыз емес, айналып кеткен білем, аңыз аққа ақ ұрған шеменшері. Салмағынан жаншылып сан сұрақтың, жаным жүдеп, жүрегім қан сұрап тұр. Қайтсем, жарық етем деп, қараңғыны алдымда Абай атты шамшырақ тұр. Қара шекпен жамылып қара өлеңді, кім қастерлеп бүгінге ала келді. Адамзаттың айналып ақынына Абай жаулап алса екен бар әлемді. Рахмет. Міне, былтыр ғана біз Хакім Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойын атап өттік. Міне, Абай туралы жырласа осы Исраил ағамыз сияқты жырлау керек деп айтамын, ойлаймыз. Ал енді қадірлі студенттер, бүгін біз осы тақырыпқа жаздық. Сыр сұхбат кеші, еркін кеш болады деп. Енді сіздер ақынымыз күнде осы залға келе бермейді. Бұл кісінің де уақыты көп, бұл кісіге де шақыру ұсынысы өте көп. Сондықтан да осы бір әдемі сәтті пайдаланып, көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, құрыңыздар, қойыңыздар, микрофон сіздерге жеткізейік. Қанекей, сұрақтар бар ма? Сұрақ жауап арқылы жүреді сұхбат. Қанекей, студенттер, енді сіздерден сұрақ болсын. Ақын ағамыз сіздерге жауап береді. Қанекей. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ал, Гүлсім, келе қойшы. Жақынырақ келе қой. Жақынырақ, мұнда кел. Ата, осы өзіңіз білетіндей, мысалы, әр адамның өзінің бір үлгі тұтарлық, бір өнеге аларлық ақыны болады. Мысалы, мен Мұқағали Мақатаевтан, сізден деген сияқты сіздің өлеңдеріңізді оқу арқылы өзімді бір бақытты сезінемді, осындай ақынның өлеңін оқимын деп. Сіз өзіңізді қай ақыннан үлгі алатын адам ретінде сезінесіз? Мысалы, ең алғаш өзіңіздің өмір жолыңыз бастаған кезде осылай ақындық жолда кімді үлгі тұтып едіңіз? Қай ақынды деген сияқты? Сіз үлгі тұтқан ақын. Бір мысалды айтайын осыған байланысты. Мына әскерге анау-мынау емес, 30 ақынды әскерге шақырған ғой. 30 ақынды. Сонысын бәрі қаз-қатар тұрған, енді 2 жыл боламақ, біздің кезімізде 3 жыл болатын тұғын. Сол 30 ақын шақырғаннан кейін барып тұрып, саны өзі орыс деген офицерді, анука пере второй раз считайте істеген ғой енді. Сонда бас жағында ұзын бойлыдан бастап, мен сияқты ең соғындағы ақындар бірінен бастап
первый деп кете беріпті. Біріншімен деп. Екіншіде жоқ, 30-да жоқ. Сонсана о офицер деді, ну, одни мне попались, одни поэты деп, классики деп айтады дейді. Одни пушки деп. Сол айтқандай, бұл ақындардың барлығы бар ғой, мен екіншімін, үшіншімін дей алмай демейді. Мына өйткені жүрегі, көкірегі, кеуде жібермейді. Ішінде бір қыжыл бар ғой енді. Сонда әр ақын өзінің ішінен мен бірінші ақынмын дейді. Қазақтың өмірі бірінші ақын дейді. Әрине Абайдан кейін ғой енді. Абайдың ар жағын енді Абайда енді ода пенде. Бірақ данышпан, ғұлама Алланың бізге берген сыйы шынымен. Ал Абай болмаса қайтер едік? Жоқ, олай онда сұрақ қойып, тағы шығады. Бірақ дегенменде мынау ақын боп туу оңай деймісің қарағым деп әкім Төлеген Айбергенов айтқандай, ол оңай емес мысалы. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар дейді. Соның үшін құлақ әрегім болады. Көрдіңіз бе? Бірақ оны талғайтын, салмақтайтын, саралайтын, қайсысы алтын, қайсысы күміс дейтін, мына халық. Оқырман, тыңдарман. Бірақ ол үшін бар ғой. Сол халқымыз, оқырманымыз, тыңдарымыз өлеңді тараздай білу керек. Тараздай білу керек. Оқи білу керек. Оқыған екен тоқи керек. Мына қыздарымыз көріп отырсың. Қалай қыздарымыздың өлең оқып, ән айтып жатқан, би билеп жатқан кезде мен қазақ қыздарына қайран қаламын дейді. Әлі екеумізден басқа бір жігіт шыққан жоқ әлі. Міне осыдан көре берейік. Біздің жігіттеріміз немене ынжық болып кеткен бе, жуас па, момын ба? Мен түсінбеймін осыған. Мен кейде ойлаймын, біздің қыздарымыздың мысы басып кеткен ау деп. Солай ма? Ол жоқ, мүмкін емес, ол шын. Мен көңілім, ана қасында қазақтың қыз тұрған кезде бар ғой, жігіттерім сөзден жаңылып қалады. Өйткені жүректері ойнамалы ма, айнымалы ма, мен түсінбеймін осыған. Әлі күнге түсінбей жүрмін. Қай жерге бармайын, қазақтың қыздары жарқ етіп шығады ғой. Сондықтан қазақтың қыздарына құдайыма кім қызықпайды? Міне осыдан шығатын дүние. Сондықтан да айтайын деп отырғаным, мысалы, мен өлең оқысам, қыздарымның артық оқи алмаймын қазір, мойындап отырмын. Өлең жаттау бір басқа, қаттау бір басқа. Бірақ іштен сезіні ұғын. Сол өлеңнің ішін өзінің тағдырын табуың керек. Қуанышыңды, сезіміңді, мұңыңды, сағынышыңды табуың керек. Міне өлең. Ол ақын сонымен ғана ақын. Мысалы, қай ақын кім болса да, мен ішінен айтады. Бірақ сыртымен ұлыма мен данышпан деп ешқайсы айта алмайды, айтуға хақы да жоқ. Ертеңіне, ай сен кімсің мен алдымда айтамын мысалы. Көрдіңіз бе? Әр заман, әр уақыт өзінің ақын туады, өзінің батырын туады. Мен ылғи айтам, қайшылықта батыр алға шығады, жайшылықта ақын батыр алға шығады. Ақын мен батыр аман болса, халық аман болады. Рахмет Исраил аға. Енді мына жаңа айтып қалдыңыз ғой, мына өлеңді жаттау бар, оны жеткізу бөлек деп. Ал енді бізде сіздің өлең оқығаныңызды жиі көреміз. Негізі ақындар өлең жазады, бірақ өлең оқуға кішкене қорқаншақтайды, ол шындық. Бірақ енді бір темірді қызуында соқ деп, дәл осы кезде ағамыздан бір өлең сұрайық, шапалақ салыңыздар. Бір өлең оқып беріңіз. Мен Асқар жаңа айттым ғой, жаңа қыздардан артық оқи алмаймын деп. Өйткені менің де мысым басылып қалды. Әжептәуір ақын едім, бірақ өлең жазу бір басқа деген, соны оқудың өзі жеткізудің ол қиямет қайым ғой шынымен. Ал енді оның себебі бар. Құдайға шүкір, енді басқа мен мақтанбай, мынау республика сарайы бар ғой, соның кезінде 6 рет кеш өткізгенмін. Сонда мен ойлаймын, ана 3000 орындық көрермені бар. Мына филармонияда, театрда өткізіп болдым. Енді ойладым, осы 3000 орындық республика сарайында бір өткізейінші дедім. Ол бір жағы тәуекел деп ол. Онда өз жиған абыройынан бәрін айырып қалуы мүмкін. Ал 3000 орындық көрермені бар сарайда кім өткізе алады? Әншілерінде өткізе алған жоқ. Одан кейін менің алдыма да ақын шығарған жоқ. Мен қазір мақтанам. Басқа емес, 3000 орындық сарайда мен 6 рет кеш өткізген деп. 6 рет. Оның бәрі оңай емес мысалы. Бір күні Бегілеті қой енді. Бегіле кейін барып тұрып, әншілерім бар. Ең құрғанда 20-25 ән айтылу керек. Ол тағы да менің әнім болу керек. Сонса мен өлең оқуым керек тағы да. Ол жерде өлең оқу көп болмайды. Көбінесе ән айтылады, өздеріңіз білесіздер. Өлеңді мен бастап оқуым керек. Әуелі бір жарты сағаттай жатқа өлең оқимын.
Қазір сол жаттаудан қазір мысалы жас келгеннен кейін бе, адам жағы жан жақтан кейін информация көбейіп кетеді ме, мен ол қасиетін қазір айырылып тұрмын. Екінші себебі, қазір біз мысалы жиналмаймыз мысалы. Қайда ол аңыз болып қалды мысалы. Мына филармонияға да бармаймын. Мына қалаға бүгін келмей Асқар өзім бауырым айналып кетейін, өте жақсы көремін. Ал енді өте жақсы көремін дағы мен кейде Асқарымды қайраймын мысалы. Көріп отырсыздар өздеріңіздер. Жігіттің сұлтаны мысалы. Кіші дүниесі бай. Мынандай жаңа кештің барлығын адам таңдап, қыздарымыз таңдап, оқи білетін соң таңдап жіберіп отқан. Бірақ біздің Асқарымыздың жұмысы бұл ұйымдастыру жағынан. Бұл профессия, бұл академик емес, олай демес. Бірақ көбінесе осындай бір орта жағы, алтын дәнекер болып жүретін бір азаматтарды біздің жоғары оқу орындарының ректорлары болады ма, басшылары болады, кейде елеме жатыр. Жүгіртіп бала көреді, ол болмайды. Мынау оқырманмен ақындау басын қосып, мынандағы өткізу деген ол екінің бірінің қолынан келмейді. Менің де қолымнан келмей мойындан. Сондықтан да жағы қалдырмай тынысында біресінде ақынды бағалаңда тірісінде деп тегін айтқан жоқ. Жүрек ақын, өзі әнші мысалы. Кейде мен әзілеп айтып қоямын. Айналайын, жасым болса біраз бап қылған жоқ па? 30-дан астын ғой енді. Қашан той жасайсың деп қоямын. Соны қазір енді құлақ қағыс айтып отырмын. Өйткені біздің қыздар бұл таңдау білмейді. Кілең сол жағы үлкен оқу орындарында осында қызметте жүреді. Бұнда таңдау болмайды. Бірінен бір өтеді қыздардың. Мен кезінде жазғам, қоғыздардың бірінен бір өтеді, соны көріп жүрегім дір етеді. Бұның жүрегі әлі дір етіп жүр ғой. Сондықтан да өйткені мынау айтып отырмын ғой, бұл таңдау өте қиын. Ол үшін көшінбай кездер 20 мен 25-тің арасында әрі кетсе отсы. Бұл өзі таңдау одан сайын. Сондықтан да әрі де құлақ қағыс айтайын, міне айналып кеткен қазақтың қаракөз қыздарын бірін жағы бұрымынан ұстайсың ба, қалай қайдың өзің білесің. Сондықтан да енді кезекте мені алып келіп отыр, әйтпесе мен үйден шықпағаным қазір 1 жылдан болды шынымен де. Өлең оқуға да мысалы мен қазір ол өлеңді оқуды жаттау керек оны, жүрегіңді қаттау керек. Бар. Бірақ қазір мен мысалы мұны қағазға қарап оқып белі арланып отырмын. Сондықтан да оны себеп мына ауру сырқаудан аман есен болайықшы, өзіміз таныш, өзіміз табайықшы. Мен бұнда талай келем. Өйткені мына зал маған керемет ұнап отыр. Керемет ұнап, қандай мына? Бүкіл акустикасы керемет тұрады. Сосын бүгінгі таңдау деген керемет. Мен енді арнай өлең келем құдайға, дайындалып келем, мақұл ма? Жақсы. Исраил аға, енді Құдай қаласа залды толтырамыз. Бұйыртса осы карантиннен аман есен шығайық. Тек қана жақсылық болсын, айтқаныңыз келсін. Құдай қаласа сол төлеген айтпақшы бір тойымның болатыны сөзсіз менің дәл қай күн екенін айта алмаймын деп көп нәрсені білмейміз қалай болатын. Сондықтан да жалпы мен осы шара басталған кезде айттым, ағамыздың драматург екен. Драматург деген жақсы білесіздер. Ол сахнада қойылатын қойылымды, пьесаны дайындайтын адам ол драматург. Ол қиын дүние, өте азапты жан. Оның мен рахатын көрген жоқпын шынымен. Ал енді сол ағамыз драматургия саласында үлкен жетістіктерге жетті. Өздеріңіз білесіздер, мына Мұхтар Әуезов атындағы Қазақтың ұлттық академиялық драма театры Әкем театры деп аталады. Сол театрда Исраил ағамыздың Сыған серенадасы деген спектакль пьесасы 20 жылдан астам сахнадан түспей келе жатыр. Бір күнде бос орын болмайды. Кассада билет қалмайды. Сондай өте кассалық спектакльдердің бірі де, және Қыз мұңы деген спектакльдер бар. Жақында Қыз мұңы бар тағы да. Желтоқсан оқиғасына арналған. Оны өргінесі, соң қатысқандар тірісін соттап жіберді ғой. 8 жыл соны Ербол Сыпатаевтар мысалы, Ләззат Асанова өзін өзі лақтырып, жан неден түсіп. Бұл азапты трагедия. Соң кейін барып мен сөйінде, жаңа Мәжнүн деген бір пьес жазам, Мәжнүн деген. Сол кезде Мәжнүн дегеннің өзі түр түсінбейді. Мысалы театрдың Мәжнүн деген ватан замандағы Мәжнүн, Ләйлі Мәжнүн ғой. Бұнда желтоқсан оқиғаға қандай қатысы бар еді. Жоқ, мен айтам, айналып келейін, оқуын тастап, мүгедек болған қыздар, қаншама қыздар жігіттері талай сотталып кетті. Ербол Сыпатаевтың өзі 8 жылға сотталып кеткен. Көрдіңіз бе? Мен солар қайтып келген кезде ол 8 жыл түрмеден келген екен, мынаға ене алмай қалады екен. Студент кездер. Студент кезінде келді ол. 8 жылдан кейін қалып келді. Қазіргі мысалы өзіміздің жаңағы Арон Атайбек. Көрдіңіз бе бізге? Бұл қасірет қой. Уақытысын жіберіп алды. Трагедия бұның артық.
тірі жүр бірақ дегенмен сондықтан да осы мәжіндеп қойған себебім сол. Кетті, уақыт өтіп кетті. Мына қоғамға да, ана қоғамға да керек емес те, бұл трагедия. Сондықтан соған арнап, кейін барып тұрып қарасам, жаңа театрдың басшылары өздерінен қорықты ма, мына саясаттан қорқын, аға мұны жаңа сәл өзгерте тұрайық. Екінші планда ғана қызға берейік, қыз мұңы деп қояйық. Кейін барып тұрып, мына енді сөйтсе ол іштегі жоқ екен, бірақ сол қыз мұңы болып қалып қойды. Сонда көріңіздер, Құдайға шүкір. О да желтоқсанға арнай. Желтоқсан жайындағы біреуі Аллажар фильм бар. Екінші осы спектакль Құдай. Көріңіздер оны. Жақсы, енді Алатау дәстүрлі өнер театрында ағамыздың Абай Тоғжан деген пьесасы сахналанды. Оны Ерлан ағамыз сахналады. Ал енді бүгін осы шараның болатынын естіп, қазақтың қасиетті қара шаңырағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері де осы шараға келіп отыр. Театр факультетінің студенттері. Енді бұлар әлі бітірген жоқ, оқып жатқан әртістер, сондықтан да қазір Абай Тоғжан пьесасынан сіздің бір шағын көрініс дайындап едік, соны шақырайық студенттерді. Жарнамалық сипат қой енді. Жарнамалық сипат. 18 дедік пе? Көп барыңыздар, көріңіздер, өкінбейсіздер. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы, бар демес сендей бір адамның баласы. Қаш шіркін қыздар, дауыстарың өте керемет екен. Рахмет. Ай, әттең, дауысым жоқ. Әйтпесе осы әнді қосылып, Тоғжанмен бірге шырқасам деймін. Самалы тау, қайран елім, шалқар көлем, не болар солдат болып айдай жүрген жеріме. Ассалаумағалейкум Абай аға. Ал жағдайыңыз жақсы ма? Абай, қыз-қырқынның бәрі осында жиналыпты. Әне, Тоғжанның өзі де осында. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегін толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос ортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп алыстап кетті құрғырлар. Жалнасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдам бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын. Тәу шіркін Абай аға, сіздің осындай құлақтың құршын қандыратын әндеріңізді сағындық қой. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемен мен тәтті күй. Көңілге шіркім ой салар, әнді сүйсен, меншесі. Нұрым, несіне тұрмыз? Қонақтарды дастархан төрде шақырайық. Жүріңіз Абай, жүріңіз, кіріңіздер. Жарық етпес қара көңілім, не қылса да, аспандай менің күн шағылса да, дүниеде сірә сендей
маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Налымаңыз, айтпаңыз, бәрі-бәріне қанықпын. Қандай ұзақ екеуміздің арамыз, қандай қысқа бізге мынау жарық түн. Жыламашы, таусылмашы мұншалық, жаратқанға мұң шағып, жаным, сәулем. Жыламауға талай рет бекінгем, жылатардай бұл тағдырға нетіп ем. Абай атқа қоныпты, абай ерек, ер жетіпті толыпты, абай елдің азаматы болыпты. Деген сөзге қанған сайын құлағым, қанша мәрте қуандым да жыладым. Сәулем, сәулем, түсіп қалды емес пе? Шым шытырық тағдырың, шырматылған торына шырғалам бір жолына. Сіздің де бас ноқталы, біздің де бас ноқталы. Қайда қаңғып барады, сұм тағдырдың соқпағы. Не деп барасың Тоғжан-ау? Асқындырып алып бедің жанымның жарасың Тоғжан. Алақанға қонған ай, арманымнан тал түсте адастырған жалған ай. Осы меді жолыққанда айтпағың. Бұл райыңнан, бұл жолыңнан қайт жаным. Айтпасыма болмай тұр ғой амалым, менің де бар адастырған адамым. Естіртер деп жақсылықтан хабарын, жаутан қағып жолыңызға қарармын. Атар таңға үмітімді ұзатып, батар күнге алақанын жаярмын. Сағынғанда сізді абай. Көзімдегі көлімді көңіліңе көшір. Кінәлімін кешір. Кештім, кешпейтіндей кім едім? Бәрін білемін. Сарғайса да реңім, сыздаса да жүрегім. Сізге бақыт тіледім. Сіз де мені кешкейсіз. Өмірімнен көшпейсіз, көңілімнен өшпейсіз. Нендей лаш қылайын, кімге налып жылайын? Мені сізге, сізді маған бұйыртпаса Құдайым. Не деп кеттің Тоғжан-ау? Аспан куә, ай куә, мына жұмбақ жай куә. Мұң мұнарға оранып батып барам қайғыға. Қош абай, қош! Тоқта Тоғжан, тоқта! Исраил аға, сөздер дұрыс па? Дұрыс оқып жатыр ма сөздерін? Мына енді жарнамалық сипат деген мен әзіл ғой. Ал енді Абай Тоғжан деген өзі осы дүниеге 20 жыл болған, 20 жыл болды. Осы дүниеге келді. Оның әрі пьеса шығарма, бұл күрделі, драматургия өте күрделі жанр. Сіз жазасыз, қаныңызды, жаныңызды, сарқып ұйқыңызды, бірақ ол ертең күні театрға барған кезде ол қойыла ма, қойылмай ма, оны білмейсіз. Бұл қыздың тағдыры сияқты, барған жерінде бақытты бола ма, болмай ма деген. Шын мәнінде қыздың тағдыры сияқты. Әрбір шығарма жазылған кезде театрға бермесе ол шықпайды ол. Басқа мен облыс театрларды білемін. Шымкент театрында да әнеуін ғана осы 15-ші қазан күні мен оны Ақтөбеге шақырды. Сыған сирасы жаңа үлген, жаңа форматта. Мен енді оған барамай қалдым. Барамаған себебімді айттым. Сол сияқты, мысалы қазір сол әуезов театрында мынау жалпы шығармашылық адамда ешқандай тойын болмау керек. Тамаққа тоясыз, мысалы үшімізді тамақтан, бірақ шығармашылықты мен болды, мен тойдым деген болмайды.
жазған сайын жазуым керек. Жазған сайын ол қойылу керек сахнадан. Бірақ жаңа қызым тағдыры, мысалы қазір 2 жаңа дүнием жатыр. Өздері сұрап алған. 6 ай болды, әлі бір 6 ауыз хабар жоқ. Бірақ жаңа жазған дүниеңіздің тағдыры. Мысалы, мұна жаңа Абай Тоғжанның тағдыры, бұл бәріне 20 жыл болған. Ең бірінші, мынау әуезов театрына бердім. Бірақ режиссері сәтсіз болды. Оның атын айтпай қойған, режиссер шықпай қалды. Енді Абай мен Тоғжан ойнау қиын дүние ғой. Бұл поэтикалық дүние. Өлеңмен жазылған дүние. Өлеңмен жазылған дүние, ол енді өте қиын дүние. Мен мақтаныман боладым. Мысалы, анау Уильям Шекспир ақ өлеңмен жазған. Ал енді Исраил Сапарбай оны таза өлеңмен жазып отыр. Арада қанша уақыт өтті. Соны сезіну керек қой, мысалы. Маған айтты, ол театрдың өзің тілі болады, өзің стилі болады. Мен оны бұзу керек дедім. Бұзу қабырғасын шөгуім керек дедім. Сол қазір мен Бекжан бар, Ақмолда, солар айтады жаңағы, Ерлан білән, аға дейді, қазір біз, мысалы, сіздің жаңағы сыған серіңді аңыз дейді. Мынау жаңағы Абай Тоғжаныңызды біз тойларға алып барамыз дейді. Жұрт жиналған кезде, содан үзінді оқысақ мына сияқты, жұрттың бәрі аузын ашып қалады дейді. Ал енді қара сөзді оқи алмаймыз дейді. Жоқ, ауыздегі сөз ол сіңбе деген болмайды деген. Қазір сіздің поэзияңыздың, драматургияның қадірін енді біліп келатырмыз дейді. Басқа Бекжан деген керемет жігіт ол. Интеллектуалды жігіт. Сондықтан да барыңыздар, көріңіздер. Бірақ енді өкініштісі, менің қызым әлі ұзатылмай жатыр şimdi. Театрда жатыр. Сол өкінішті болып тұр. Құдай қаласа қызыңыз ұзатылып, осы пьесаңыз бүкіл республикамыздың барлық театр сахналарында қойыла берсін. Ал енді қадірлі Исраил аға, сіздің тағы да бір керемет өлеңіңізді біздің осы кешіміздің ұйымдасуына өзінің еңбегін салып, атсалысып жүрген аға, мен қатыссам, осы сценарийге аралассам, осы шараға аралассам деп өзі бір ұмтылыс жасап жүрген бір керемет белсенді студентіміз бар, ортаға шақырайық. Темірбай Әсел атты қызыңыз шақырайық. Бәріңізге қайырлы күн. Отан ана, ел ана, барыңызге де белгілі ұғым. Отан ана, жер ана, екеуі де қастерлі де қасиетті. Қалың елім қазағым, қайран жұртым дейді Абай. Мен өз елімді жеме-жемге келгенде жерден алып жерге салатын шығармын. Бірақ оны басқа біреудің басынуына ешқашан жол бермеймін дейді Пушкин. Бәріміз білеміз. Биыл біздің оғымызды қадап, туымызды көкке көтергенімізге 30 жыл мерейтой өтіп жатыр. Соның қарсаңында Исраил ата, сізді 80 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздей аңыз адамды көру біз үшін үлкен бақыт. Осы қарсаңда келер жыл бәрімізге сәттілік болып келсін деп, мен жыл басы өлеңіңізді оқығым келеді. Жыл басы. Ағырпек әлем, ақ қудай, неткен әппағым, дегбірсі шірек, деттенсе кімнен таппағым. Жалғыздан жалғыз, қалдың ау жаным бөлмеңде, барымақты ғыршып, жаныңды шымшып тәттәуен. Жалғыздан жалғыз, қалдың ау жаным бөлмеңде, жаңа жыл кеші, жаһанды кезіп келгенде. Жаншып бір кетті ау, мендегі жүрек шерменде. Бөлмеңнің шамы таң алды талып сөнгенде, үмітің сөнді, сенімің сөнді жан менен. Сабырын сарқып, саябыр тартты жан денең. Қала тұр қалғып, мен жүрмін қаңғып көшеде, қалақта үйде қалғандай қимас әлденем. Қалғып тұр қала, қалғып тұр терек тал менен. Түнгі сығар соғып, саябыр тартты жан денең. Жарлы әлем мынау, ұқсайды мұстан кемпірге, уыздай мұңға, у қосып берген бал менен. Ағырпек әлем, ақ қудай, неткен әппағым, дегбірсі жүрек, дерттенсе кімнен таппағым. Жалғыздан жалғыз, қалдың ау жаным бөлмеңде, бармақты ғыршып, жаныңды шымшып тәттәуен. Рахмет. Талаптардан нұр жаусын дейміз. Енді осы әнді тағы да бір әніңізбен жалғайық. Исраил аға, өзіңіз білесіз,
Құрман деген бауырыңыз бар, Құрман Ақбария деген. Сол сіздің Ақкербез деген өлеңіңізге бір тамаша ән жазған екен. Енді соны орындап беруге сахнаға Серімжан қызы Үміт шақырайық. Ақкербез әнімен. Құдайға шүкір, жаңа айтып бастыр ғой. Дәл қазір әнінде сөзіне жазылған 160 шақты әнім бар. Әлі сөз жазылмаған 70 шақты әнім бар. Соның ішінде мынау Ақбария, Құрман Ақбария. Бұл жігітті мен таныған екен, шынымен осы жасымен, осы басымен ол жігітке ғашық болып қалдым. Оның адамгершілігіне, міне өнерге деген махаббатына. Бірақ енді мынау екеуміздің арамызда жүрген қыз бен жігіт сияқты бір-бірін танысып жүрдік қой енді. Сөйтсем оның өзінің студиясы бар екен. Сосын мен бір кешімді өткізген кезде Ақкербез деген әнін ұсынды. Сөзін мен жазып бердім. Сөзін жазып беріңіз деп. Ал мен сол әнге бар ғой, өзім бәрін жиыстырып мен сол әнге ғашықпын. Ал енді соны бүгін орындайын деп отырғанда шүменді қуанып айналайын, рахмет. Серімжан қызы Үміт Ақкербез әнімен сахнада. Қошеметтеріңіз. Kuşta sarda üzülür, ön katma.
Керемет Израиль аға, мына қыз баланың ұзатылып бара жатқан сәтіндегі бір керемет адамның жүрегін бір толықтатын сәт сияқты, сондай керемет екен. Дәл бүгінгі қазіргі заманның әні емес менде, басқа заман. Ана табиғат, Алтайдың ар жақ бер жағындағы бір қазақ ауылдың бір керемет табиғаты, керемет жер. Бұны көрмей тыңдап отырған кезде көз алдыңызға келтіруге болады, пейзажын, суретін бар ғой. Бұл анау өткен ғасырлардың әндері шынымен. Анау халық әндері бар ғой. Халық әндерінен үзіп алып кеміртіп бір тамшы көздің жасында ғой шынымен, керемет әні ғой. Жақсы, құрметті студенттер, тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Қанеки, микрофон сынайық, тартынбаңыздар, ұялмаңыздар. Қанеки, Мағжан, бір сұрақ қойыңыз. Міне біздің университетімізде ұйымдастырушы болып, осы басшылық қызметке тікелей араласып жүрген өзі квенщик, өзі актер, керемет олыңыз Мағжан. Бір сұрақ қойсам дейді. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Құрметті студенттер, сіздерді көргенге қуаныштымыз. Енді аға, мен бір осы сіз келеді дегеннен кейін осы сұрақ шынымен мені мазалайды. Маған қызық еткені. Өзіңіз білесіз, жалпы Мұқағалидың да өзінің көңілінен шықпаған өлеңдері бар. Жазған кейде ұйқасы ұнамай қап. Сіздің өзіңіздің сондай өлеңіңіз бар ма? Болады ғой, көңілінен шықпай қап. Сосын тағы бір сұрақ. Сұрақ өте жақсы сұрақта. Мысалда, Мұқағали енді екінші дүниеге аттанғаннан кейін, ол кісінің соңынан мысалы, енді мұра бар ғой, жарияланған мұра мысалы, бірде жатқан болуы мүмкін, үйінде жатқан болуы мұрағат дейді, үйінде мұрағаты болады. Ал енді соны қараған кезде, мынау күнделіктерін таптық қой екен, күнделіктерінде. Сол күнделіктерін оқысаңыз бар ғой, әр күнделікті ол енді жазылмай қалған хаттар мысалы, өзінің күнделігі, өзінің ішкі әлемі. Ол жұртқа жетпеген, соны кейін бар іздеп тапты мысалы. Сол кезде оқысаңыз, енді әрбір күнделік бар бір арманға, бір жетпей қалған әттеңай бір арманға. Енді 45-інде дүниеден өтем деп оқысы ойлады ма? Ойлаған жоқ қой. Көрдіңіз бе? Ал енді Мұқағали жөнді, мысалы, бәріміз мысалы, айтып отырмын ғой, Мұқағалидың табиғаты мүлдем басқа мысалы. Ал енді мысалы, енді мен ойлағам, осы бір жақында несін жасарайым, Мұқағалиді айтып отырып, мен өзім бір идея, ой келді маған. Осы махаббат тақырыбында. Мына Пушкинді білесіздер. 37 жасында кетті, дуэльден кетті, Дантеспен бірге. Ол кезде не ғой, шығып. Соны кейін барып тұрып, қарасаңыз, енді Есенин бар. Мен қазір өзі Есенинмен қайтадан ауырып жүрмін. Осыдан 15 жыл бұрын ауырғанды сол, ауырғанда шынымен де бүйрегіммен ауырып, мынау Жарбосынов атындағы Алматыдағы не бар, аурухана. Соған жаттым, алдыруға, оң бүйрегімді, емдетуге. Сосын 18 күн жаттым. Бір апта бойы диагноз алды. Менің бүйрегімді алу қиын болды ол арада. Аяй қанша деймін. Сол болсын дейді. Сонымен жағы, сол бас дәрігерінің өзі қарады. Аға, сіздің бүйрегі аман болуыңыз керек деп. Бұлар шеше алмады. Әр бір күн болды, 2 күн болды, 18 күн жаттым. Сонда бір не жерім, барғанша құрын адам. Бір Есенин кітабын алып барым, таңдамалы. Оқиым дедім ғой. Сосын қарасым, ұзақ қана бар. Диагноз ала алмай жатыр ғой. Сосын собака Качалова деген өлең бар. Ит арқылы, генералдың ит арқылы өзің жаңағы сені аялап, аймалап самақ беріп отырған осы үйдің қызы бар еді. Ол қыз жоқ, сен барсың деп бір керемет өлеңді бір. Ана дет алған. Сосын соны екен барып ары қарап, оқуды қойымда соны аудардым. Сіздерге өтірік маған үшін 60 өлеңін аудардым. Айналдырған бір аптаның ішінде, күн өтіні. Бір сәті келді өзді. Есенинге ол, мысалы, азаматқа ғашық болады. Мен басқа Пушкинді білем, аударып жүрмін. Бірақ Есенинге үшін мен де ғашықпын. Ғашықтан осыдан 6 жыл бұрын, жаңағы 3 кітаппен өзім тұсаукесерін ұлттық кітапханада өткіздім. Сонда жаңағы оқығандардың бары риза болғандығы. Енді ішінен де болғанша. Серге Есенинді Серік Есенұлы қылып жіберіпсі ғой деді. Серік Есенұлы болып. Міне, ана қазақландырып жіберген ғой. Оны оқыса бұл қазақтың өлеңі болып шығады. Ал енді қазір мен соны тағы да осы бір апта болды, қайтадан ауырып жүрмін. Неге мен мысалы осы махаббат, Есениннің махаббаты бөлек. Мен де есіме шығып кетті, Құда қаласа бір кезде алып келемін кітапты.
не жалею, не зову и не плачу дейді да. Соны мен қазақшылап аудардым. Оны себеп болған жаңағы бір апталық жаңағы ауруханада жатқан, мен ойлаймын, ауруханада жатқаным жақсы болған, қандай жақсы болған, 60 өлеңін аудардым деп. Оның күнделігі, хаттары, тағдыр керемет, мынандай керек. Енді ойладым, осы Есейіннің махаббатындай біздің қазақ ақындарында махаббат бар ма екен? Болмауы мүмкін емес қой мысалы. Ал Есейін деген ол байлығы өзі 30-ында қайтыс болған ақының 5 әйелге үйленген. 5 әйелге үйленген. Құдайым Есейін көшеге шыққан кезде бәріне арадай жабысып, шыдай жабысқан қыздар. Өте көрікті, өте айбаятын дейді, өте сондай жігіт болған. Көзіне де өзіне ғашық болған. Сонау Америкадан келген Айседора Дунканның өзі ғашық болып қалған. Екеуінің арасындағы трагедия махаббат мүлдем басқа. Сосын барып тұрып, енді ойладым, қазақта, сіздің сұрағыңызға жауап беріп отырмын. Қазақта мысалы сол Есейін сияқты ақындар бар ма? Мен өзім ойлаймын, ішінде мен бар шығам, бірақ кімді Мағжанды қойдым алға. Оны кейін бар Мұқағалиды қойдым. Әуеліне солар зерттейші, мүмкін қазақ ақыннан бір махаббат тақырыбында пьеса жазайын дедім ғой, пьесада. Сөйтсем, кімнің Мағжанның трагедиясы керемет ақын, бірақ анау репрессия ұшыраған. Ерте кетіп қалды. Қай жерде қайтыс болғанын әлі білмейді мысалы. Бауыржан Момышұлы ағамыз сонау Магаданда қайтыс болды дейді. 37-ші жыл. Оны кейін барып кімге? Мұқағалиға ауыстым. Мұқағалида болған шығар. Ол махаббат болған шығар, шын мәнінде махаббат. Мынау нағыз ақынның махаббатын жазғым келді шын мәнінде, өзімді қоя тұрып. Сөйтсем, оқып қарасам, Мұқағали былай дейді: мен нағыз махаббатты армандаймын. Мен оны жоғалтып та алғандаймын дейді. Ақ қазар арасынан ақ құмды ажырата алмаған сормаңдаймын дейді. Демек, махаббаты жете алмаған. Осы бірақ шумақтан кейін жайында тоқтадым. Мұқағали да арманда кетті. Мағжан болса да арманда кетті. Қайтып өзім жағы Есейінге барып қазір жазып жатырмын. Сергей, 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 түстім ғой Сергейден кейін, мен де сендей деп. Қазір соны қазір бел ортасында жүрмін, сол пьесаның. Шыққан күні Құдайға соң тағы да театрға беремін. Оны қанша жыл жататынын білмеймін әлі. Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрағыңыз бар ма? Жаңа енді айтып отырмыз ғой, мен былай жазушыларды жақсы оқимын негізі өзім үшін да. Бірақ көп жерлерде оқысаң ақын сазгерлер жаңа сұрағыңыздың жауабын тапқандаймын осы сұрақтың, бірақ сонда да қойғым келіп тұр. Лично енді сіздің өзіңізде болды ма? Мұқағалидың өзі сыға, дыға деп бір жасырын қыздарға ғашықтықпен өлең шығарған ғой. Именно сізде сондай өлең бар ма енді бір жас күніңізде жазған? Ол енді жаңағы махаббат шайыры ата бегеге беріп отырған жоқ қой маған. Ал енді мысалы сенің жүрегің қазақтың қызын жақсы көрсе, әйтпесе оның қайтарым болып жатса, сіз оны қалай жасырасыз мысалы? Ол жасыру деген күнә ғой ол деген мысалы. Ол жүрекке түскен жара бола ма, азап бола ма, бақыт бола ма, рахат бола ма, сіз оны неге жасыруыңыз керек? Кімнен ұяласыз мысалы? Жазып кету керек бәрін. Ондай жағдай менде болды мысалы. Оны не үшін жасырайын? Қазірде мысалы мен оны өткен шақпаны айта алмаймын. Менің бүкіл 62 тамырымда шын мәнінде өмірге деген ғашықтық бар. Өмірге ғашықтың бірінде бір себебі ол қыз бала бойжеткен. Мен Алла тағалаға таң қаламда, әуелі адам атадан жаратады. Сосын барып сол қабырғасынан барып тұп жағы Хауананы жаратады. Ол жайында да пьеса жазғам. Адам ата Хауана деген. Бірақ оны осы күнге театрда түсінбейді. Сіз қалай Алланы сөйлетесіз дейді ғой маған деді. Неге болмайды? Алланы көрсетпеймін, сөйлетемін. Адам ата Хауана. Адам ата мен Хауананың жаралуын жазып қойдым мен. Осы 10 жыл бұрын. Бірақ еш жерде қойылмайды. Түсінбейді мысалы, көрдіңіз бе? Ал енді ағылшынға аударып жатырмын, амал жоқ. Біз түсінбесек, батыс түсінетін шығар деп. Сондықтан да ол сіз енді мысалы ол Алланың берген махаббаты мысалы. Адал махаббаты сіз жасасаңыз күнәлісіз. Несін жасырамыз оны мысалы. Сондықтан менде болған және бола береді деп есептеймін. Мағжан, мына жұлдызым деген ән бар ғой. Жұлдызым көзіңнен гүл күйрілген, аяулы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашық етті деген сол ән Исраил ағамыздың тұңғыш ғашығына жазған әні. Шапалақ салып қойыңыздар.
Ал, келесі сұрақ. Өзіңнен қашан ән сұраймыз? Ал. Есім Манас, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Бағанадан бері тек бір тақырыпта сөйлесіп жатырмыз, ақын, сазгер, драматург деп. Маған қызық, осы сізге осы салалардан басқа сізге не қызық жалпы? Ол енді өнердің саласы, мысалы, мынау өзіміздің үй тігеміз ғой, Ақбоз үйді. Ол енді оның шаңырағы болады, уғы болады, керегесі болады деген сияқты. Сол мен ойлаймын, мынау ақының, шын мәнінде ақын болса, ол 5-6-3-4 тақырып ол аздық қылады. Саған Алла қанша мүмкіндік берді, қанша өмір берді, қанша сезім берді, қанша шабыт берді, сен соны жазып кетуің керек. Мен соны жаңа уықты бекер айтып отырған жоқпын. 5-6 уықпенен шаңырақ көтерілмейді. Мен өзім шаңырағым көтеру үшін әлі бәйленбай уық керек. Түсінді ғой, образбен беріп отырмын. Алла тағала қанша өмір береді. Сосын бар ғой, мынау 80 жас деген, 60 жас деген, 70 жыл, ол шартты ғана. Шынымен де шартты ғана. Ақынның жасы еш уақытта 100 жаспен өлшенбейді. Мен солай ойлаймын. Ал енді дұрыс қой, оны мен 80-ге келіп атқанын жасырмаймын, жұртым бар, айтты жатыр, сүйіп сұрап жатыр, оған рахмет. Бірақ, мысалы, Мұқағали деген неге жаңа сұраққа тағы жауап берейін. Мұқағалида махаббат болды ма, болмады ма? Жаңа айтып отырмын бір шумақпен. Мен махаббат армандаймын деген сөз арманда ғой. Ал енді біреулер мысалы, жаңағы несін жасырақ, қысқаны айтуға тырысам, мына Фариза апаларының 60 жас толған кезінде, мен ол кезде Ташкенттен келген елшіліктен, маған звондайды. Исраил, сен мынау ел деген қоймай келді. Ол кезде Нұрлан Балғынбай премьер-министр, Иманғали, сол Атырау ауданының әкімі. Сол екеуі қоймай келді. Ел сіз жақсы не батыр, іздеп батыр. Атырауда боласыз, Ақтауда боласыз, халық күтіп отыр сізді. Ол кісі маған айтады, жоқ, мен 60-та емеспін дейді, 60-та толған жоқпын дейді. Салыстырып көріңіз 60 мен 80-ді. Міне көрің, ақынның көңілі қайда жатыр? Аспанда жатыр мысалда. Сонда болмаған соң енді менің шашбауымды көтеруге қалайсың деді. Мен Ташкенттен елшіліктен жаңадан келдім. Ойбай, сіздің шашбауымды көтеру мен үшін арман, барам дедім. Болды деді. Сөйтсем, бір күн өтті, бір апта өтті, ол кісіден хабары жоқ. Сосын ойладым, мен сияқты ақындар көп қой, одақтан бір ақынды алған шығар. Бір күн, бір ай өткен кезде үйде отырсам, сөйтсем Фариза апамыз бір айдан кейін звондайды. Исраил, сен қаяқта отырсың дейді. Біз сені жағы Шерхан ағамыздан басып, Алтынбек бар, Жаманбек бар, біз аэропортта күтіп отырмыз ғой дейді. Ойбай-ау, сен сөзді ғой деді. Бір айдан кейін, айтқаннан кейін бір ай өтіп кеткен. Ойбай, енді сізді күтіп деп айтайын деп, жоқ, мынаны қойдан тез жиналдың аэропортқа жет деді. Көрдің бе? Мұны ақынның адамын несін түсініп болмайды. Sonra қазір айтқан деп отыр, бір ай өтіп кеткен, мен күдерісіп қойғам. Сонда барды қой, бір апта болды, мен сонда ойладым, ойпырмай. Бізде батыс, шығыс, оңтүстік дейміз ғой да. Соның ішінде өзімде мен түркістандықпын, оңтүстік. Бірақ дегенменде мынау ақынды әспеттеп аспанға көтермес сонда көрдім. Мына жаңағы Шерхан ағамыз бастап барды, сонда бір апта қалай күтті, қалай білесің. Мына Нұрлан Балғынбай аппақ самолеті мен бардым мысалы. Кәдімгі бәрін көрді ғой. Сонда жағы бір айтты, сонда сұрақ берді осындай бір мектепте. Аға, сіз жайында мынау осы жаңағы махаббат тақырыбына байланысты, сіз Фаризаға ғашық екенсіз. Фариза, Фария қызы Фаризадан деп өлең жазған екенсіз. Сол шын айтыңыз, шын мәнінде ғашық болдыңыз ба? Деген кезде сонда Фариза тәтеміз айтып берді. Ғашық болмаған. Бір күні мынау біздің Алматыда Есік деген ресторан бар. Соған бір күні жаңағы бір жазушылар одағында жұмыс істеп, соған барған кезде сөйтсем той болып жатыр екен дейді Есікте. Енді кілең ана мықтылар ғой жағы. Сол тойды Ғабит Мүсіреп ағамыз басқарып отыр екен. Мен мына ар жағында отырғам дейді. Сөйтсе Мұқағали шақырмаған ғой тойға. Шақырмаған себебі ішіп қойса, ұрттап қойса, ол екеуі тойдың әрекшелігін шығару мүмкін ғой. Сон той енді бастап қызып жатқан кезде жаңа Ғабит басқарып отырған той. Бір уақыт қасында 2-3 жігіті бар,
ең жерде мұқағали екі есікті ашып деп айқайлап кірген ғой. Тым тырыс. Ғабит ағамыз сөзден жаңылып қалған. Ол енді келді ме, неге мен шақырмадың деп, мына дастарханды ақтарып төңкеріп тастауы мүмкін. Бір сойқан болуы мүмкін енді. Соны екен, ана Фаризаның сөзін айтып отырмын. Бір уақытта мен аяқ жағында, есіктің жанында отыр едім дейді. Ту сыртымнан келді дейді. Келді тағын, жаңағы тоқтады тағын. Мына интуитивно сезініп отырдым дейді. Бір уақытта менің ту сыртымнан тоқтады дейді. Жұрт деген тым тырыс, енді қандай сойқан болар екен деп отыр. Сон бір уақытта алақандай күректі алақаны арқама салтам. Фариза, Фариза, шеңберінен шық деп үш рет айтты дейді. Фариза, Фариза шеңберден шық деп дейді. Сөйтідан түк болмаған қайтып шығып кетті дейді. Соны қайтадан ду болып жұрттың бар қайтадан тойды бастап кетті. Әйтпесе ол аны келген кезде мені көтеріп алып далаға кетіп қалуы мүмкін. Қаяққа апарған кім білсін. Көрдіңіз бе? Ол міне жаңағы менің жаңағы Мұқағалидың маған деген махаббаты сол деп айтты. Одан басқа түк болған жоқ. Сіздер оны аңызға өсекке айналдырмаңыздар деп көрдіңіз бе? Міне Мұқағали махаббаты қандай? Мынау қызға деген махаббаты, қарындасына деген махаббаты болып тұр. Көрдіңіз? Соны кейін барып тұр, анау той өткен қайтып келді ғой. Бір аптадан кейін қазақ әдебиетіне бір той өлеңмен бірге шеңберде шыққан өлең жаздым. Сөйтсем жұпар тәтеміз сонау неден звондайды. Айналайын-ау, сен мына шеңберде шыққан өлеңді вот сенің түсінгенің, сезінгеніңе рахмет. Мен оны өлең шығарады деп ойлаған жоқ едім дейді. Міне көрдің бе, өлең қайдан туады? Ойламаған жерден туады мысалы. Сол сияқты ол Мұқағалида мысалы махаббат енді қарындасын деп есептеген ғой. Рахмет. Исраил ағамыз жаңа айтып қалды. Енді махаббат шайыры деген атақты бұл кісіге босқа берген жоқ. Жаңа тыңдап отырған біраз әндерін тыңдадыңыздар. Енді менен өзі сұрап отыр. Мен негізі бұл сценарийге қоспап едім. Ағамыздың шығармашылығынан Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында үлкен кеш өткізді. Сол кеште мен ағамыздың бір әнін айтып шықтым сахнаға. Енді ағамыздың өзі сұрауы бойынша студенттер сөге жамандамаңыздар, мен енді жүргізуші болып тағы ән айтқаным әбестік шығар, бірақ дей тұрған менде ағамыз күнде келіп жатқан жоқ. Ағамыздың әні де, сөзі де өзінікі, сенсің аяулым деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Айдың арғы жағында жұлдызындай жанатын, тамырымда қанымда тула бағатын, маған мұң шағатын, менің ләззат табатын, жан серігі жанымның, сенсің аяулым. Жарық күннің жанары, шаш жүректің жалауы, көңілімнің қалауы, сенсің аяулым. Шаттығымның шырағы, арқуымның сыңары, бақытымның бұлағы, сенсің аяулым. Абзал аға, дауысын көтерейік. Жаңашылған жаңгүлім, жайма шуақ әр күнім, таңдап алған тағдырым, сенсің аяулым. Арайлаған таңымда, аппақ сүттей арымда, бақытымда барымда, сенсің аяулым. Жарық күннің жанары, жас жүректің жалауы, көңілімнің қалауы, сенсің аяулым. Шаттығымның шырағы, арқуымның сыңары, бақытымның бұлағы, сенсің аяулым.
Şaşırıktın жарауы өмірімнің қалауы сенсің аяулы шаттығымның шырағы бақылымның сыңары бақытымның бұлағы сенсің аяулы жарық күннің жанары шаштыректің жалауы өмірімнің қалауы сенсің аяулы шаттығымның шырағы ақылымның сыңары бақытымның бұлағы сенсің Исраил аға, енді мына уақыттың еншісіне бәріміз басымызды иеміз. Сондықтан да студенттердің тағы да сабақтары бар. Енді мына уақыттың шектемесіне қарай отырып біз бүгінгі кешімізді аяқтауға біз сізді қимаймыз әрине. Құдай қаласа тағы да кездесуіміз болады. Енді бүкіл қазақ даласына тараған жастардың сүйіп орындайтын бір керемет әніңіз бар, егіз лебіз деген. Соны орындауға мен ортаға Данагүл мен Нұрлыбекті шақырайын, сол әнмен бүгінгі кешімізді тәмамдайық. Көгімдегі айым дейін сені, көкшедегі қайың дейін сені, көзден ұшып жыраққа жүрсе. Шырағым күнім дейін сені, әнші бағым гүлім дейін сені, өзіңмен бір жұмаққа кірсем. Келші бағыма әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма арман апа құстай, қоншы жаным, келші жаныма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел. Аялайын сені, ақуындай аялайын сені, айдынында қадап өткенде. Бірге күн кешейік, қол ұстасып бірге үндесейік, ата таңға батыр көктерге. Келші бағыма әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма арман апа құстай, қоншы жаным, келші жаныма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел. Бақандай тілерімде өзің, алатаудай тірегімде өзің, жер бетінде қатар жүргенде. Қол ұстасып бірге күндесейік, қол ұстасып бірге күн кешейік, атар таңға батар күндерге. Келші бағыма әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма арман апа құстай, қоншы жаным, келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел.
келші жаным. Келші жаным, қоншы қолыма, арманы қабықтай қоншы жаным. Келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел. Рахмет, Данагүл Нұрдыбек. Құрметті Исраил аға, осы отырған жастар аман болса, осы сіздің өлеңіңізді жаттап жүрген өнерпаз, талапты жастар аман болса, сіздің отты жырларыңыз ұрпақтан ұрпаққа әлі жалғаса береді деген үлкен сеніміміз бар. Құрметті достар, құрметті студенттер, бүгін кешіміздің құрметті қонағы, тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері, түркі поэзиясы фестивалінің лауреаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, сазгер, ақын, драматург Исраил Сапарбаев ағамызбен кездесу кеші осымен тәмам. Ал ағамыздан бір ауыз тілек сұрайық. Қазақта сөз бар. О, бабамыздан атамыздан қалған ғой. Bir günün kurbanı bolsan, bir günde kovala vursan deydi. Екі ağız söz. Ал құрбаны болатын күндер қандай күндер? Өзің бір қайта туғандай болып, өздерің жасарып, жаңарып, ішкі дүниеңді жуып шайып, ішкі дүниені сен немен бетін жуасың, мысалы. Сабында жуасың, кейін моншаға барасың, бірақ ішкі әлеміңді қалай немен жуасың? Ол мынау адам баласына Алланың берген нығметі ән, өлең, саз, толып жатқан дүние. Ал ол сол ішті жуып отырмасаңыз, ішкі әлеміңізге кірлесе, онда сіз басқадан болып кетесіз, мысалда. Жер басып жүрген екі аяқты емес, хайуан болып кетуіңіз мүмкін. Міне Алланың берген нығметі, мына бізге, мына жүрегімізді тазалап, жан дүниемізді жаңартып отыру үшін осындай бір ғажап, бір аспан мен жердің арасында әуез сазды берген. Дәл бүгін соның бір тамшы үзігі осы мынау залда отыр. Мына сіздердің арқаларыңызда. Мына Асқар өзімнің бауырымның өте жақсы көрем, жан дүниесін жақсы көрем. Мен тіптен басқа болса бір себеп айтар едім. Ойбай, мына пандемия ғой, коронавирус ғой, ауру ғой. Біреуге жоқтар өтпегенін жоқ қалу мүмкін. Бірақ мен айта алмадым. Өйткені шақырған жерден қалма дейді, шақырмаған жерге бармайды. Бар кейде бару керек шақырмаған жерге де. Бүгін сіздер мені шақырып отырсыздар. Ол енді залдың толып тұруы ол шарт емес. Бірақ сыйлау, мені сыйлау арқылы, өнері, қазақтың өнерін сыйлау, рухты сыйлау. Мысалы, жаңа бір сұрақ беріп қалдыңыздар маған. Енді ақын, сазгер, драматург, осы бір адамның бойына аз ба? Әрине, көп, Құдайға шүкір. Бірақ мен тойымсызбын. Жаңа кереген шаңырақтың оғын бекер айтып отырған жоқ. Мен ана екінші рухани дүние кеткенше, мынау қазақтың болмысындағы, тағдырындағы, соны толтырып кетуім керек. Толтырып кетуім мүмкіндігінше. Өзім деген тауысып кетуім керек. Сол үшін маған да сіздерге дәл ұзақ өмір керек. Сол өмірдің жақсы күндері, жарық күндері мол болсын. Ат бір баспайын деген жер ең кемінде 3 рет басады еді. Ал жылқы деген қасиет. Біздің қазақтың таң қаласына атты қалай бағалайды, адамды қалай бағалайды. Неге мысалы өгізге түйеге теңемейді, мысалы атқа теңейді, көрдіңіз бе? Ат адамның қанаты дейді, ердің қанаты. Сондықтан да бұл бірінші кездесуіміз болсын. Мынау жақсы күндер болсын. Мынау дертті, мезгіл дертті уақыттар кетсін арамыздан. Індеттің бәрін кетің. Бұл енді мысалы мен мынау рухани, діни рухани көп оқыған адам мысалы. Тіпті мына Құранның өзінде Құранның хадистерін аударып жүрген адам, өзбек тілінен, араб тілінен. Сонда былай деген, Алла тағала адам баласына қиямет қайым бермеген дейді. Ана хадисте айтады. Қиямет қайымды сол адамдардың өздері жасайды дейді. Мына дәл қазір мына пандемия адамдардың өздері жасап отыр. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау орталығы ұйымы жасап отыр осыны. Өйткені жер бетінде адам семе барақтан көреді олардың ойынша. Оны Алла көріп отыр ғой мысалы.
жерді жаратқан адам қалай сыймайды? 8 миллиард болса, 10 миллиард болса. Бірақ біздің пендешілігіміз, асып тасқандығымыз, әсіресе мынау батыс бар ғой. Ол қай елдің, қай ұлттың басып тасқанын біз біліп отырмыз мысалы. Күні кешегі мына бокстың өзінде де ол мазақ, сайқы мазақ алалап отыр адамды мысалы. 10 қазақты мысалы шыққан кезде болдырмаудың амалы мысалы. Міне. Бұл көрмеу, білмеу мүмкін емес. Біздің өшкенімізді емес, өшкенімізді қарайды олар. Көрдіңіз бе? Сондықтан да біз өшпейік, өшейік мысалы. Жаңағы мына бағалап, саралап, салмақтап келіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Келіп отырғандарыңызға, шақырғандарыңызға рахмет. Осы маған қанат бітіреді Құдайға шүкір. Мен қазір қанаттанып қайтамын. Ал енді әр күннің өзінің несібесі бар. Бүгін менің несібесім ол кімнің арқасында? Айналып кетемін Асқарымның арқасында. Осы ұйымдастырған әдемі кеш. Бұндай кештерде отыра берген келеді. Мысалы, демалғың келеді, уақытқа есептелмейсің. Бір кейбір кештерден шаршап қайтасың. Әсіресе қазақтың тойынан шаршап қайтамын. Құдайым өте күмән етпейді, кім билемейді. Қарап отырамын да, мен қазағым қаяқ кетіп барады деп ойлаймын. Қарным ашып қайтады кейде, қарным ашып кетеді. Бүгін мен шынымен ішпей жемей тойып отырмын. Рахмет сіздерге. Қадірлі Исраил аға, Мұқағали Мағатаев айтпақшы, көпігейген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп, Құдай қуат берсін сізге. Енді мына орамал тон болмайды, орамал жол болады дейді. Сізде үлкен кісі келіп жатқан кезде, енді университеттің жұмысы өте көп білесіз. Басшылық атынан сізге тағы да ықыласымызды білдіреміз. Сізге деген кішкентай ғана бір сыйымыз бар еді, соны қабыл алыңыз. Енді кабинетіңізде өлең жазып отқан кезде арқаңыз жылып отырсын деп, бір кішкентай ғана шапан тіктіріп едік. Осы бізде дизайн факультеті бар. Сонда шеберлер өздері тігіп дайындаған. Соны қабыл алыңыз. Рахмет, құрметті студенттер, енді мүмкіндік болса, сахнаға шығып, ағамызбен бірге естелік суретке түсіп алайық. Бәрекелді. Қазір енді бәріміз бірден келейік, себебі білесіздер, карантин режимі әлі сақталып тұр. Абзал аға, мына компьютерді өшіріп қайта қоссаңыз, программадан шығып қайта қоссаңыз қосылады. Өшірді түсіп. Келіңіз. Бірінші өнерпаздар түсіп алайық. Келіңіз, ата. Өшірді тұрыңыз, ата. Кел. Біздің атудың фотографтары бар ма? Жоқ па?